Ассалаумағалейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен кереметте дымляма деген тамақты жасаймыз. Бұл тамақ өте ерекше, жұмсақ, нәзік болып шығады. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп жасап көріңіздер. Менде сиыр етін осылай үлкен кусок бөліп алдым. Пияз, картоп, сәбіз, қызанақ және сарымсақ, капуста қостым. Өздеріңіздің қалауларыңызша тағы көкөністер қосуға болады. Ең алдымен майымызды кішкене қазанымызға құямыз да етімізді орналастырамыз. Егер сіздерде еттің майы молдау болатын болса, онда май мүлде қоспай қойсаңыздар болады. Осылай еттерді ең алдымен астына орналастырып шығасыздар, мейлінше жайып салыңыздар. Сонда керемет болып жұмсарып, әдемі болып пісетін болады. Енді осы еттерімізге қара бұрыш септім, қызыл бұрыш септім және тұз қостым. Өздеріңіздің қалауларыңызша тағы дәмдеуіштер қосамын десеңіздер, қоссаңыздар болады. Керемет болып шығады. Міне қазір тұз қосып жатыр. Енді осыдан кейін пиязымды салатын боламын. Пиязды да жан-жағына шашып, осылай орналастырсаңыздар болады. Көбірек пияз қоссаңыздар соғұрлым дәмді болып шығады. Одан кейін сәбізімді орналастырамын. Сәбізді де жан-жағына шашып, осылай салыңыздар. Қалауларыңызша турасаңыздар болады. Осыдан кейін помидорымызды, яғни қызанағымызды салып шығамыз. Оны да жан-жағына шайып, осылай рет-ретімен салатын боласыздар. Осыдан кейін сарымсағымызды бүтіндей осылай турамай тастадым мен. Кейін піскеннен кейін алып тастауға болады, егер жегілеріңіз келмесе. Енді осыдан кейін тағы да тұз сеуіп, кішкене дәмдеуіштер қосып, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосып, осыларды сеуіп шығамыз да ең бетіне картопты тастайтын боламыз. Картопты өте ұсақтамайсыздар, осылай үлкен-үлкен қып салуға болады. Себебі езіліп кетпеу үшін. Бұны біз қазір бұқтырамыз, жоқ дегенде 4-5 сағаттай баяу отта. Картошкамды салғаннан кейін міндетті түрде картошканы тұздаймын, қара бұрыш, қызыл бұрыш себемін. Ең бетін капустамен осылай 40 қабатпен ешқандай орын қалдырмай полный жауып шығатын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай қараңыздар. Осылай жабастар, бәрін ауа өтпейтіндей. Одан кейін капустаны да кішкене тұздап, қара бұрыш, қызыл бұрыш сеуіп, бетін кішкене сұйық маймен майлап қойдым, құрғап кетпесін деп. Одан кейін 1 стакан осындай кружкамызға кішкентай чайный ложкамен томат салдым да, қайнаған су қойып, езіп, осының үстіне құйып жібердім. Енді осыны баяу отта 4-5 сағатқа бұқтырып қойып қойдым. Менде 4-5 сағат уақыт өтті. Міне сіздермен бірге ашып көрейік, қараңыздар, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді осыны әдемілеп табағымызға салатын боламыз. Ең алдымен 40 қабаттарымызды осылай шетіне орналастырып шығамыз. Қараңыздар, картопы ешқандай езілмеген. Міне енді картоптарды шетінен осы 40 қабаттың жанына орналастырып шығамыз. Асықпаңыздар, езіліп кетпесін, асықпай салыңыздар. Сонда бәрі керемет болып шығатын болады. Мен осы тамақты жақсы көремін. Уақытты алмайды, басқа тірліктеріңізді істей бересіздер. Және де қойдың етімен де, жылқының етімен де болады. Менде бұл сиырдың етімен жасалды. Сондықтан кез келген етпен жасасаңыздар болады. Тек бұқтырған кезде қатты отқа қоймайсыздар. Жай отта асықпай қайнауы керек. Соған мән бергендеріңіз дұрыс. Осымен біздің тамағымыз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің рецептерімді сол кезде жоғалтып алмайсыздар. Қараңыздар, керемет болып шықты. Еті деген балбырап, сүйектерінен ажырап тұр. Міне, осылай жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Ас болсын.